Сәлем достар, бүгінгі біздің тақырыбымыз етістік деп аталады. Етістік дегеніміз заттың іс-әрекеті мен қимылын білдіретін сөз табы. Етістіктің сұрақтары: не істеді, не қылды, қайтты, не істеп жатыр, не істемек деген сияқты сұрақтарға жауап береді. Мысалы, жастар форумы сағат 2-де басталады. Не істейді? Басталады. Олар ертең есік көліне жорыққа аттанбақ. Не қылмақ? Аттанбақ. Етістік құрамына қарай дара және күрделі етістік деп екіге бөлінеді. Дара етістік бір ғана сөзден тұрады. Мысалы, ал, айт, көр, бар, қара, кел, айт, жүгір, тағы да басқа етістіктер. Ал күрделі етістік екі не одан да көп сөзден құралады да бір мағынаны білдіреді, бір сұраққа жауап береді және сөйлемде бір ғана мүше қызметін атқарады. Мысалы, жазып отыр, келе жатыр, қарап отыр, жылай бастады, алып бар, келген еді, барса, игі еді, тағы да басқалары. Күрделі етістіктің негізгі мәнін білдіретін, лексикалық мағынасы бар, сөйлем мүшесі бола алатын етістіктер негізгі етістік деп аталады. Мысалы, анасы баласынан келген сыйлыққа қарап отыр. Бұл сөйлемде қарап отыр күрделі етістік, қарап негізгі етістік, ал отыр көмекші етістік болып келеді. Негізгі етістікпен есім сөзбен тіркесіп қолданатын, бірақ сөйлем мүшесі болмайтын етістік түрі көмекші етістік деп аталады. Мысалы, жаманға жүзің салма, малды екен деп, жақсыдан күдер үзбе, жарлы екен деп деген сөйлем. Олар өздері тіркескен сөзге лексикалық мағына үстемейді, тек грамматикалық мағына жамайды.